Осы сабағымызда кіші екі проектісіміз. Біріншісі счетчик, екіншісі показать скрыть элемент деген проект. Плюс дегенге басқан уақытта бұл жерде счетчик үлкею керек, минус дегенге басқан уақытта счетчик кемею керек. Мына екінші проектінде показать деген уақытта төмендегі мына элемент пайда болу керек, қайтадан басқан уақытта мына элемент жоқ болу керек. Хаммесін істеп қойыппан, версткасын істеп қойыппан, CSS-ін хаммесін даярлап қойыппан. Тек осыны use state хукымен істеуді қалды. Проектпен баста танып шығайық. Компонент жаратып алдым, counter деген, и show height деген компонент, екі компонент. Әрқайсысын бұл жерге қойып қойыппан. CSS-ін істеп қойыппан мына жерде, CSS хаммес дайын. Тек use state'пен істеу қалды. Баста счетчигімізді істейін. Оның үшін count, set count деп пайдаланамын. И useState хукын шақырым керек. Тең useState деп шақырамын. Бастаңғыш мәнісі 0-ге тең болу керек. Count бұл 0-дің өзі, state'нің ішіне мәнісі. Set count осы count'ты өзгертетін функция. Бұл жерге, мына жерге count'тың өзін қояйын. Count'тың өзін шақырайын. Результатын көреміз. 0 деген тұрпа. Мына жерде 0 болып тұру керек. 0 болып тұрды. Енді count useState'нің ішіне қай деген затты жазсам, осы мәніс болып тұрады. Мысалы, text жазсам да болады. Мына жерге бір text жазсам, мына жерге 0-дің орнына text болып тұру керек. Міне text болып тұрды. Біздерге счетчиктің өзі керек, соның үшін 0 цифрысынан пайдаланамыз. Мынаны 0-ге өзгертейін. Екі функция жаратамын. Function деймін. Increment. И decrement. Decrement. Функциясын жараттым. Енді set count'ты шақырым керек, өзгертетін set count. Осы жерде алдыңғы мәнісін алым керек, pref деген previous алдыңғы мәнісі. Алдыңғы мәнісіне минус 1 қыл деген. Соны копиялап аламын да. Алдыңғы мәнісіне плюс 1 деймін. Increment, decrement. Енді осыларды баттонға жалғауым керек. Баттонға on click болған уақытта, кликпен басқан уақытта мышкамен істеу керек деген. On click. Decrement деп қойып жіберсем болады. Decrement. Осы болғаннан кейін increment болады. On click. Click. Decrement. Бір плюс болады, бір минус болады. Енді счетчигіміз істемей көреміз. Міне тұрды. Счетчигіміз үлкейіп жатыр. Кішірейіп жатыр. Минусқа дейін барып жатыр. Осыны отдельно функция жаратпай істесек те болады. Оны қалай істеуді көрсетемін. Қараң. Функция жараттық, оны функцияны ссылка қылып беріп жатырмыз. Енді оны анонимді функцияға алып тұрып, set count алдыңғы мәнісін ал, соның алдыңғы мәнісіне минус 1 қыл десем болады. Мынаны нұсқалап аламын. Плюс 1 десем де болады. Енді мына функцияларым керек емес, алып тастасам да болады. Істейме екен көрейік, істеп тұрды, болды. Енді екінші проектімізге өтейік. Показать скрипт деген шығу керек. Оның ішінде де state жаратамын. Height, set height деп. Use state. Енді бұл жерде false деген мәніс болсын. Баста көрінбей тұрсын. Функция жаратамын. Function. Toggle. Toggle деген. Toggle height.
алдыңғы мәнісін алады, prep, и соны true'ді false'ға, false'ді true'ға айландырып жіберетін үндеу белгісін қоямыз. Toggle hide. Toggle hide'ды мына жерге қоямын енді. Он кликтеп. Toggle hide. Бердім, енді қараң. Показать дегенге бастым, бірақ естат өзгермей атыпты. Себебі оны және өзгертуіміз керек. Қараң, функцияны ссылкаға беріп қойыппыз, істеп тұрды функциямыз. Істеп тұрғанын консолдан көрсек болады. Консол лог мысалы хайттың өзін шығарып көрдік. Қараң, показать дегенге басатпан. True false дегенге өзгеріп атырыпты бұл жерде. True false дегенге өзгеріп атырыпты. Енді мына көрінетін көрінбейтініне істеу үшін біздер условный рендеринг дегеннен пайдалануымыз керек. Оны рендерингті жазуды көреміз қазір. Шарт дене рендер қылуды үйренеміз қазір. Қараң, мынандай қылсақ болады. Егер hide true болса, мына элемент көрінсін. Егер false болса, есіп көрінбесін, null деп. Енді осыны сынейма көреміз. Показать дейін бастым. Міне. Басатын. Енді қараң, осы жазуды өзгеретін қылайық. Показать скрыть деген жазу болсын. Оның үшін өшіремен. Егер hide false болса, показать деген шықсын. Болмаса, скрыть деген шықсын. Скрыть. Не көреміз? Показать, скрыть. Жазуда, ішіндегі жазуда өзгеріп атыр. Сондай қылып істейсіз. Төмендегі сілтемеде осы коды тұрады. Видеоға қарап тұрып, өзіңіз істеп көріңіз.